Достар, бүгін құмыртқа илеуі, яғни муравейник дайындаймыз. Бұл менің арнамда басқа да керемет тәтті видеоларды жіберіп алмаш үшін міндетті түрде подписаться етіп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен бір ыдысқа ұнды аласыздар да үстіне разрыхлитель саласыздар. Сосын үстіне бір дана жұмыртқаны бөліп салып, бір араластырып жібересіздер. Қолмен немесе силиконды лопаткамен араластырсаңыздар да болады. Сосын үстіне 15 немесе 20% қаймақ болады. Соның 1-2 ас қасық көлемінде саласыздар. Сосын ертілген сары май 82-5% болу керек. Міндетті түрде осыны бір араластырып жібересіздер. Грамдары описанияда көрсетілген. Сосын үстіне кішкене шым-шым тұз салып жүреді. Ұмытпаңыздар. Тұздан кейін шекер саласыздар. Шекерді де салып бір араластырып қамыр илесіздер. Илеп жатқан кезде онша бірікпеуі мүмкін. Сонда да қатты көп уақыт илеңіздер. Міне осындай қамыр болады. Кішкене бірікпей тұруы мүмкін. Ештеме етпейді. Пищевой пленканы аласыздар да үстіне осындай қамырды салып, орап морозильникке 4-5 сағатқа қоясыздар. Міндетті түрде морозильникке қойыңыздар. Міне менде осы морозильникте тұрған қамыр. Дәл осы қамырды ет тартқыштан немесе үккіштен өткізіп жаңағы кружкалар дайындайсыздар. Менде осындай ручной ет тартқыш. Ручной ет тартқышпен жақсы шығады, себебі пісіріп болғаннан кейін де үгітіп майдалап отырмайсыздар. Керемет домалақ әдемі болып шығады. Қазір видеоның соңына дейін қарасаңыздар көресіздер. Ет тартқышпен қолмен жасайтын сәл қиындау, бірақ сонда да әдемі шығады. Дәл осылай жұқа етіп салыңыздар табаға. Табағыңызда кішіреу болса 2-3 бөлікке бөліп пісіріңіздер. 180 градуста 20-30 минутта пісіп қояды. Міне көрдіңіздер ғой, ешқандай үгітуді ештеңені қажет етпейді. Домалақ әдемі болып шығады. Енді кремін дайындаймыз. Осында 50 грамдық сары майды аласыздар да бір миксерлеп, үстіне вареный сгущенка, яғни қоюлатылған сүт қосасыздар да жақсылап бір миксерлеп жүресіздер. Миксерлегенде осындай қою масса шығады. Осы массаны жаңағы сіздер муравейникке қолданасыздар. Енді жаңағы үгітілген кружкаларды аласыздар да жаңағы алдын ала дайындалған вареный сгущенканың қамырына саласыздар. Менде қазір кружка кішкене ыстық болып тұр. Ыстық күйінде сала беріңіздер, себебі сгущенка кішкене қоюлау болғандықтан сәл араласу қиындау болады. Салқындаған кезде салсаңыздар, ал мына жерде ыстықтай салғаннан кейін тез әрі оңай араластырылды. Көрдіңіздер, иә, жеп әдемі көрінеді. Видеода көрдіңіздер, қоңырқай әдемі домалақ. Енді міндетті түрде ыдысқа осындай пищевой пленканы төсеуді ұмытпаңыздар. Сіздер неше түрлі формаларға салсаңыздар да болады, бірақ мынау ең оңайы. Кесіп қойғанда да пирожныйға ұқсатып, әдемілеп кесіп қоя аласыздар. Осылай бетін теп-тегіс етіп жайыңыздар, себебі қойған кезде вид әдемі көріну керек. Пищевоймен әдемілеп қаптаңыздар. Дәл осыны холодильникке қоясыздар 2-3 сағатқа. Кішкене сгущенкалары қатуы керек. Міне мен холодильниктен 2 сағатқа қойып алдым. Және де бір түнге қойсаңыздар да болады. Ыдысты дәл осылай керісінше төңкеріп, пищевойды алсаңыздар, дәл осындай керемет муравейник дайын болады. Қыздар, менің арнама жазылып, лайк басып, подписаться басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне керемет дайын, әдемі қытырлап тұрады. Жесеңіздер де ауыздарыңызда ереді. Кремінің өзінің дәмі ерекше болады. Шекерді аз қосқанымен вареный сгущенканың дәмі жақсы берілген. Және де қыздар, сіздер менің арнамда қандай видео рецепт көргіңіз келеді, міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. Және де мені жоғалтып алмас үшін подписацияны басып, колокольчик басып кетуді ұмытып кетпеңіздер. Рахмет, міндетті түрде жасап көріңіздер.